Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен тамыры тереңге жатқан жазбалар деген тақырыпта сабағымызды бастайтын боламыз. Мына экранда көрсетілген суретке қарап, жалпы қазақ жазуының тарихы жайлы не айта аласыздар? Жақсы, яғни міне ағаштың тамырындағы жазбалар және ағаштың талдағы жапырақтарындағы жазбалар туралы ойларыңызды білдіруге болады. Жауаптарыңызға рахмет. Олай болса, біз сіздермен жалпы осы қазақ жазуының тарихымен байланысты блиц сұрақтарға жауап беріп көрейік, иә? Ең алғашқы сұрақ: көне түркі жазуларын қандай жазу деп атады? Жауабын қарастырып көрейік. Оларды руна жазулары, яғни құпия сыры ашылмаған таңбалар деп атаған екен. Екінші сұраққа назар аударайық. Көне жазбалардағы алғашқы жазуды кім оқыды? Ең алғашқы жазбаларды даниялық ғалым Вильгельм Томсон оқыған екен. Ол көне түркі жазба ескерткіштеріндегі алғашқы тәңірі және түркі сөздерін оқыған екен. Қазақ жазуында қандай әліпбилер қолданылды? Қазақ жазуының тарихында бірнеше әліпбилердің қолданысы көрсетілген. Ол яғни көне жазулар, көне түркі жазбалары, араб жазуы, араб жазуының негізіндегі төте жазуы, латын әліпбиі және де кириллица. Стильдік ауытқу дегеніміз не? Оның түрлері. Стильдік ауытқу ол стильдік нормаға сай келмейтін қолданыстар. Стильдік ауытқудың үш түрі бар: лексикалық стилистикалық ауытқу, морфологиялық стилистикалық ауытқу және синтаксистік стилистикалық ауытқу. Аннотация деген қандай жанр? Аннотация кітаптың, ғылыми жұмыстардың мазмұнын оқырманға қысқаша баяндау. Жақсы балалар, олай болса, біз сіздермен сабағымыздың мақсатына көшейік. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты бас әріппен жазылатын күрделі атаулардың жазылу емлесі туралы түсінігімізді кеңейту және де мәтіндердегі күрделі атауларды орфографиялық нормаға сай жазу және де нормаға сай жазылмаған күрделі атауларды анықтап, оларға түзету енгізу және талдау жасау. Ең әуелі сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы күрделі сөздер деген қандай сөздер және олардың қандай түрлері бар? Күрделі сөздердің 4 түрі бар. Ол біріккен сөздер, қос сөздер, тіркес сөздер және қысқарған сөздер. Яғни бір немесе одан да екі немесе одан да көп сөздердің тіркесуі, бірігуі, қосарлануы арқылы бір ұғымды беретін сөздерді біз күрделі сөздер деп атаймыз. Енді сіздерге қазір экранда шығатын сөздерді қандай сөздерге жататындығын анықтап көріңіздер. Руна жазуы күрделі сөздің қай түріне жатады? Әрине, тіркес сөзге жатады. Ата-баба сөздің қосарлануы арқылы жасалып тұрғандықтан қос сөз болады. Келесі ТМД сөз тіркестерінің алғашқы әріптерінің қысқаруы арқылы жасалған қысқарған сөз және де екі сөздің бірігуі арқылы жасалған адамның есімі тоны көк. Енді жалпы
күрделі атаулардың жазылу тәртібіне назар аударатын болсақ, сіздерге 6 түрлі ережесін ұсынып отырмын, және осы ережедегі сары түспен берілген әріптерге, дыбыстарға назар аудару арқылы біз қазір сіздермен күрделі атаулардың жазылу тәртібіне қатысты ережелерді өзіміз бірге қарастыратын боламыз. Ең бірінші мысалға назар аударайық. Бұл жерде сіздерге Ахмет Байтұрсынов деген мысал келтірілген, және де осы тіркестегі Ахметтің А және Байтұрсыновтағы Б әріптері бас әріптен жазылып тұр. Бұдан қандай ереже шығаруға болады? Адамның аты мен тегі әрқашанда бас әріптен жазылады. Екінші мысалымыз Қаракерей Қабанбай. Адамның руымен байланысты, немесе оның туған қаласымен байланысты келген ұғымдар адамның есімімен тіркесіп келетін болса, адамның есімінің алдында, онда ол сөздер бас әріптен жазылады. Келесі мысалдарға назар аударайық. Білге Қаған. Егер де адамның лауазымымен байланысты, немесе оның қандай да бір дене мүшесіндегі кемістігімен байланысты, немесе бойындағы бір тұлғалық ерекшелігімен, талантымен, қабілетімен байланысты ерекше сипатты танытатын сөздер адамның есімінен кейін келетін болса, онда ондай сөздер кіші әріппен жазылады екен. Егер де дәл осы мақсаттағы сөздер адамның есімінің алдынан келетін болса, күрделі атау ұғымында келіп, онда ол бас әріптен жазылады екен. Мысалы, Ақсақ Темір. Келесі үшінші ережеге назар аударатын болса, бұл қысқарған сөздерге байланысты ереже. Қысқарған сөздердің құрамындағы әрбір сөздің басқа әріптері бас әріптен жазылады. Және де осы қысқарған сөздерді біз толық жазған күннің өзінде де сол құрамындағы сөздердің әрқайсысы да міндетті түрде бас әріптен жазылады. Мысалы, Қр бас әріптен, егер де біз оны толық Қазақстан Республикасы деп айтатын болсақ, онда Қазақстанда және Республика деген екі сөз де бас әріптен жазылады. Келесі төртінші мысалымыз, бұл адамның әртүрлі қызметіне, еңбегіне байланысты берілетін әртүрлі атақтар, марапаттар. Міне, яғни осындай марапаттардың құрамындағы сөздердің алғашқы әріптері де бас әріппен жазылады екен. Мысалы, Кеңес одағының батыры, немесе еңбек ері, халық қаһарманы деп айтатын болса, осындай атақты білдіретін ұғымдардың, күрделі атаулардың құрамындағы сөздердің барлығы да алғашқы әріптері бас әріптермен жазылады екен. Келесі бесінші мысалда сіздер яғни көркем шығармаларды, немесе ғылыми еңбектердің баспа атаулары, түрлі заңдардың атауларын көріп отырсыздар. Бұдан біз қандай ереже шығарамыз? Белгілі бір ғылыми еңбектердің атаулары, олар бас әріппен жазылады, және оның құрамындағы тек қана алғашқы сөздің алғашқы әріптері ғана бас әріптермен жазылады. Алтыншы мысалымыз, бұл әртүрлі мерекелер, немесе саяси маңызы бар тарихи оқиғалар тарихымыздағы, олардың да құрамындағы, күрделі атаудың құрамындағы алғашқы сөздері ғана, алғашқы сөздеріндегі бас әріп қана үлкен әріптен жазылады екен. Мысалы, желтоқсан көтерілісі, наурыз мейрамы, содан кейін барып қарттар күні дейтін болса, азамат соғыс деп айтатын болса, яғни соның алғашқы құрамындағы алғашқы тіркестің сөздері ғана бас әріптен жазылады екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сіздерге жалпы қазақ жазуының тарихымен байланысты мәтін ұсынылып отыр. Біз әуелі осы мәтінді түсініп оқып, содан кейін мәтіннің құрамында қате жазылған күрделі атаулар бар. Сіздер осы күрделі атауларды тауып, оларды орфографиялық жазылу тәртібіне сай түзетіп, және де ол түзетудің жауабыңызды ережелерге сүйене отырып, қандай ережеге негізінде сіз оған түзету енгізгеніңізді негіздеп дәлелдей алуыңыз қажет.
Жақсы, олай болса өз жауаптарыңызды жауап кілтімен тексеріп көріңіздер. Бұл мәтінде жалпы 4 күрделі атау қате жазылған болатын, яғни нормаға, орфографиялық нормаға сай емес жазылған. Бұл Махмұд Қашқари деген сөзде, ол мәтінде бізде кіші әріптен берілді. Ол адамның есімі болғандықтан, және де Қашқари Махмұдтың, яғни туған жерімен байланысты, бұл жалпы араб халықтарына тән туған қаласымен байланысты болғандықтан, оның тегі ретінде берілгендіктен бас әріптен жазылу қажет. Екінші мысалымыз құтты білік, яғни бұл Жүсіп Баласағұнның еңбегі. Бұл біз айтқан жаңағындай осы еңбектердің, ғылыми жұмыстарды, көркем шығармалардың, газет журналдардың атаулары дағы күрделі атаудың тек қана бірінші сөзінің басқа әрпі бас әріптен жазылу керек. Келесі үшінші сөзіміз екінші абзацтағы Байтұрсынов адамның аты мен тегінің бас әріптен жазылуы. Және де соңғы абзацтағы қ-х-р қысқартылған сөздің де толық Қытай Халық Республикасы деген күрделі атауды береді. Бұл да толық бас әріптен жазылуы қажет. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде сіздерге тағы да осы қазақ жазуының тарихымен байланысты мәтін ұсынылған. Сіздер төменде майлы бояумен берілген күрделі атауларды көп нүктенің орнына сөйлемнің мағынасына қарай орналастырып, және де осы күрделі атауларды орфографиялық нормаға сай дұрыс жазып орналастыруларыңыз қажет. Жақсы, олай болса жұмысымызды қарастырайық. Бірінші сөйлемде бізде Орхон Енисей деген сөз берілді. Бұл жердегі, яғни Енисей деген бұл өзеннің атауы болғандықтан, яғни қосарлама ұғым беріп, қос сөз болып өзеннің атауы болғандықтан жалпы есім ретінде бас әріптен жазылады. Келесі тегін батыр. Бұл жердегі батыр деген сөз кіші әріппен жазылу керек, өйткені ол екінші ереже бойынша адамның атынан кейін оның ерекшелігін танытатын сөз болғандықтан ол кіші әріптен жазылады. Және де Евразия мемлекеттік университеті деген бас әріптен жазылады барлықтары, өйткені ол оқу орнының атауы. Оқу орнының атауы қысқартылып берсе де, яғни бұл қысқарған сөздермен байланысты толық берілген күнде де барлық құрамындағы күрделі атаулардың алғашқы әріптері бас әріптен жазылу қажет. Жақсы балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты бас әріптен жазылатын күрделі атаулардың жазылу емлесі туралы түсінік алу болатын, және де мәтіндегі күрделі атауларды орфографиялық нормаға сай дұрыс жазып, қателерін түзетіп, талдау жасау қажеттілігі болған. Ендеше біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлайсыздар ма? Жақсы, рахмет пікірлеріңізге. Олай болса, сабағымызға біз бүгін 5 қадам әдісі негізінде рефлексия жасайтын боламыз. Сіздерге экранда сұрақтар ұсынылады. Сіздер сол сұрақтарға 5 сөзбен немесе 5 сөз тіркесімен нақты жауап берулеріңіз қажет. Сабақтағы сіз жасаған 5 әрекет, күрделі атауларды жазудың 5 ережесі, сабаққа 5 сөзбен сипаттама. Біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.